Біз Оливер Твисттің оқиғасын жалғастыратын боламыз. Оқиғаларын. Сонымен достар, мен айтқандай, бүгін Оливерге Феджин жұмысы белгілі болды деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Сонымен бастаймыз. Жаңа кенде айтқам, Оливер Твистті де соған үйрете бастайды деген Феджин жұмысқа. Анашым айтты, ойын туралы білгің деп тұрған деп. Енді ол ойынның немен аяқталатынын алда білетін боласыздар. Сөйтіп бір күні Феджин Оливерді Қу мен Чарли Бейтске қосып жібереді. Бір қарт дүкен алдынан шығып, қалтасына орамалын салып тұрады. Сол кезде айтады жаңағы Қу мен Чарли Бейтс. Сөйтіп не істейді? Мына жақта қарап тұр дейді. Қарап тұр да үйрен дейді. Сөйтіп Қу байқатпай қарттың қалтасынан орамалын алады. Сөйтіп олар қашып кетеді. Оливерді қорыққаннан артына қарамай қаша жөнеледі. Сол кезде қарт терлеп орамалымен сыртайын десе, орамалын жоқтығын қарайды. Артына қарағанда жүгіріп бара жатқан Оливерді көреді. Ұстаңдар ұрлықшыны деп айқайлап жүреді жаңағы қарт. Сөйтіп көшедегі бүкіл адам Оливердің артына түседі. Оливер шаршағаннан жолдың жиегіне құлап қалады. Полиция келіп, барлық қойын-қонышын тексеріп шығады. Ештеңе таппайды. Бірақ бәрден темір торға қамайды. Сөйтіп жаңағы не істейді? Көп ұзамай Оливер сот алдына апарылады. Оливер сол жерде талып қалады. Сот енді өкім шығарайын деп жатқанда Браунлоу мырза деген бір адам келеді. Қарт адам. Сол айтады, тоқтаңыз. Ол орамалды бұлырлаған жоқ. Біз мен дүкеннің иесін сол жерде тұрған көргем. Оны бұл Оливер ұрлаған жоқ. Оның қасында тағы бір екі бала болды. Солар ұрлады дейді. Сөйтіп амал жоқ, жаңағы Оливерді босатады. Жаңағы Браунлоу мырза не істейді? Жаңағы орындық үстел үстінде жатқан боп-боз Оливерді көреді де аяп алып кетеді. Осымен достар, Оливерге Феджин жұмысы белгілі болды деген тақырыпты жабамыз. Келесі тақырып Браунлоу отбасындағы тіршілік болады. Жаңа айттым емес пе? Оливерді жаңағы Браунлоу мырза құтқарып қалады. Сөйтіп оны аяп үйіне әкетеді деп. Ары қарай не болған білгілеріңізге достар, бір апта скидка болады. Егер осы бір күн ішінде біз осы видеоға 15-20 просмотр жинасақ, лайк емес, видеоны тағы да ертең шығаратын болам. Браунлоу отбасындағы тіршілікті. Үлгеріңіздер сондықтан да. Егер Оливер Твисттің қызықты оқиғаларын ары қарай білгілеріңіз келсе, сау болыңыздар. Біздің каналымыз біздің ақпаратымыз сіздердің білімдеріңіз, достар.